Қайырлы күн достар, біз бүгін биология пәнінен 2-90 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Тақырыбы заттардың тасымалдануы. Оқу мақсаты тірі ағзалардағы қоректік заттардың тасымалының маңызын түсіндіру, тамыр және сабақтың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты сипаттау, жануарларды заттар тасымалына қатысатын мүшелерді танып білу. Бағалау критерийі: білім алушы тірі ағзалардағы қоректік заттар тасымалын зерделейді, тамыр мен сабақтың құрылысы қызметін анықтайды, жануарларда заттар тасымалына қатысатын мүшелерді анықтайды. Ойлау дағдыларының деңгейі: білу және түсіну, жоғары деңгей дағдылары. Орындау уақыты 20 минут. Қан айналым жүйесінің маңызын түсіндіріңіз. Тасымалданатын заттарға мысал келтіріңіз. Қан айналымы бұл қанның жүрек арқылы қан тамырлары бойымен жылжуы. Омыртқасыздардың көпшілігінде және төменгі сатыдағы қордалыларда ашық қан айналым жүйесі дамыған. Адамдар мен барлық омыртқалы жануарларда тұйық қан айналым жүйесі болады. Қан айналымы тамырлар жүйесін, артерия, капиллярлар, жүректен, бауырдан тұрады. Қан айналым жүйесі арқылы денеге оттегі жеткізіледі. Сондай-ақ адам ағзасына керекті әртүрлі биохимиялық элементтер қан арқылы қамтамасыз етіледі. Бірінші тапсырма түсінікті болса, екінші тапсырма бұл сабақтың көлденең кесіндісін қарастырыңыз. Сабақтың ішкі құрылымдарын атауларын суретпен сәйкестендіріңіз. Сабақтың негізгі үш құрылымы бар: өң, төс, тін. Яғни бұның ішкі құрылымдары, сыртқы құрылымдар бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы көрсетілген. Біз бұл жерде тоз, бұл жерде шатасып кеткен. Яғни тоз, өң, өзек, камбий, тін, сүрек. Бұл жерде АБВ. Яғни бұл әріптерден біз табуымыз керек. Бұл жерде тоз, екінші, тоз, өң, бірінші, өң, тоз, өзек, бұл жерде 6-7, өзегі. Сабақтың өзегі. Тін, бұл жерде үшінші, өң, тоз, тін, өзек. Жаттамыз. Бесіншісі бұл сүрек. Сүрек. Камбий, бұл жерде төртіншісі. Айтамыз: өң, тоз, тін, камбий, сүрек, өзек. Қайталаймыз: өң, бірінші, тоз, тін, өзек, камбий, сүрек. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Бізде келесі тапсырма: қабық пен камбийдің құрылысы мен қызметін сипаттаңыз. Қабық, камбий құрылысы, қызметі. Қабықтың құрылысы өң, тоз, тін қабатынан тұрады. Қызметі: қабақ сабақтың ең сыртқы қабаты. Камбийдің құрылысы: камбий қабақтан кейінгі орналасқан қабат. Қызметі: жас бұтақтың қабығын сылып тастаса, камбий жасушаларының қабықшасы да жыртылады. Екінші сұрақ түсінікті болса, төртінші сұраққа тоқталамыз. Өзен шаянының 1 және 2 санымен берілген мүшелерін анықтаңыз. Біріншісі бұл тыныс алу жүйесі, екіншісі қан тамырлары жүйесі. Достар, біздің сабағымыз аяқталды. Біздің каналымызға лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.